Анаңнан қарағанда әйеліңнен көп сұраласың. Құдайдың алдында көп жауап бересің. Көп жігіттер ананың разылығын алу керек, әйелдің разылығын алу міндетті емес деп, әйелді жай бір адам ретінде қарайды. Ол менің разылығымды алу керек. Мен оған разы болмасам, оған жәннат емес деген сияқты, жәннатқа как будто өзі кіргізіп шығаратындай. Анаңнан қарағанда әйелің үшін көп сұраласың дегенім, сен анаңа көп жамандық жасай алмайсың. Ол анаң, ол үлкен адам, оны сыйлайсың, тыңдайсың. Оған жамандық жасауға шамаң да келмейді. Бірақ жамандық жасайтында жігіттер бар анасына. Көп жағдайда бауырлары, жақындары айтып, олай анасына жамандық жасатқызбайды. Ал әйеліңе ше, әйеліңе шамаң келеді, күшің жетеді, ешкім араласамайды, айқайлайсың, дауыс көтересің, боқтайсың, қол көтересің, неше түрлі манипуляция жасап қорқытасың. Ол әйел адам әлсіз. Мүмкін сені жақсы көргеннен үндемей сабыр етіп жүретін шығар. Мүмкін Құдайдан қорыққанынан сабыр ететін шығар. Пайғамбарымыз соңғы құтпасында көп айтқан екен, әйелдеріңнен сұраласыңдар, сақ болыңдар, жауап бересіңдер деген сияқты. Датабо айта берген соншалықты сахабалар осы жерден тоқтаса екен деген сияқты іштей солай ойлаған екен. Сол үшін әйел адам аманат. Ол әлсіз, оның шамасы келмейді, күші келмейді саған. Сондай әлсіздігін басынып, қиянат жасап, ертең Құдайдың алдында жауап бере алмай қалмайық жігіттер.